Тілеужан Жұмабекұлы, мынау Алатау ауданы Әйгерім Ықшам ауылындағы мына Түймебаев көшесіндегі 67-ші үй қазір даулы мәселе туындап отыр. Онда туыстар арасындағы өзара үйді шеше алмай жатқандығы бар. Енді екі жақта бұл жерде ше сіз ана үй туралы дау бар деп жатсыз ғой. сотта үй туралы дау емес қой. Соны айтамын, үйдің дауында 20 миллион теңгені кім ақшасы болмаған біз бергенбіз деп айтады деп соған келтіріп жатырмын. Просто ана үйді деп жатқанға жоқ, сол үйдің дауы, сол үйдің алғашқы жарнасын 20 миллионын біз төледік деп жатыр деп. Соған байланысты ғой. Соң арға біз ол жерін тіпті қазір сізге айтқанмен біз ол жерін жалпы. Тілеужан Жұмабекұлы, Алатау ауданында үлкен сот жүріп жатыр. Онда Алатау ауданындағы және Әйгерім Ықшам ауылындағы Түймебаев көшесіндегі 67-ші үйдегі даудың басы ең алғашқы мына жарнасын туыстар арасындағы біз бердік, жоқ, мен өзім төлеген деген сияқты даулар шығып жатыр. Сол бойынша жәнегі келесі жақ Гүлсім Құлымбетова 45 миллион теңгені осы үйге құйдым деп отыр да, қазір сол бойынша сот жүріп жатыр. Сонда өзіңіз айтыңызшы, ең алғаш енді Алмастың қолында сол ең алғашқы жарнаны Гүлсім Құлымбетова бердім деп отыр ғой. Ал Алмастың қолында сондай қаражат Құлымбетовтың қолында болды ма? Түсікті сұрағыңыз. Біздің Алатаудан сотта қаралып жатқаны рас, 45 миллион дау болып жатыр. Енді бұл жерде 20 миллион теңге алдын ала жарнасын құйдым дегені, ол негізсіз. Ол біріншіден Алмастың өзінің ата-анасы бар, үлкен кісілер бар. Кезінде осы ұялатын кезде ақылдаса отырып, қолдау көрсеткен ата-аналар бар. Сол жерде соның қолдауымен құйылған жарнасы. Ол енді мына қазіргі айтып отқан азаматша Құлымбетова деген мен құйдым деген, ол енді әсірап өзінің уәжін дәлелдеу керек қой. Мысалға, мүмкін бауырына көмектестім де бердім екен, әлде оны ертең маған қайтарып бересің, осы 20 миллион мен сізге уақытша бере тұрамын деп бердім екен. Ол әр берудің бір тәсілі болады ғой, әртүрлі жағдайда береді. Мысалға, мен туған бауырыма мен ұялайын деп жатса, бір талпынып жатса, менің атымнан мен саған первоначально төлеп берейін, жарнасын төлеп берейін, менің саған көмегім болсын деген сияқты болады кейбіреулер. Біреулер болады, мен сізге 20 миллион бере тұрайын, кейін осыны осындай уақытта қайтарасың деп ұялып болғаннан кейін, қарызың құтылып болғаннан кейін маған қайтарасың деген сияқты бір сондай келісім болу керек, және де сондай бір міндеттеме алу керек. Менің жаңағы Құлымбетова Алмас оған қолхат жазып беру керек, болмаса нотариальный міндеттеме немесе зайым қарыз шарты жасалу керек. Бұл жерде ондай ешқандай ештеңе жоқ. Бұл жерде Құлымбетовтың туыстары көмектескен, сөйтіп алған, өзі жинаған ақшасы бар. Енді соны мен бердім деп отыр. Енді бердім десе, онда растау керек қой, дәлелдеу керек қой. Ондай жоқ. Сенім хаттары, сенім хат деген нәрсе жоқ жерде. Қол хаттары берген ғой. Сенім хат береді. Өйткені неге? Өйткені ол жерге үйді алған кезде, ол үйді кәдімгі балабақша ашамыз деп, бизнес жасаймыз деп, оны жаңағы осы жеңгесі бірігіп істейтін болған. Сосын енді бұл кішкене құжатқа сауатсыз болғаннан кейін, сол жаңағы жеңгесіне сенім хат беріп, нотариус арқылы өзінің атынан әрекет жасауға сондай берген. Менің атымнан коммуналдық төлеуге, менің атымнан жаңағы кредит төлеуге, менің атымнан жаңағы басқа да құжаттар рәсімдеуге деп барлығына сенім хат берген. Әрбір 3 жыл сайын сенім хат беріп отырған. Сенім хат береді. Өйткені айтып отырмын ғой. Кредитті төлеуге дейін рұқсат берген. Дұрыс. Өйткені өзі бәріне жүгіре алмайтын болғаннан кейін, тең бойлы бұл жерде бизнесті жүргізіп отқан. Денсаулығында бір шектеу бар ма? Жоқ, мәселе ода емес қой. Мәселе ол енді құжаттаманы кімнің сауаты күштілеу, соған қара сенім артады ғой, көбінесе ағайындар ішінде солай болады. Шустрый дейді ғой жаңағы. Енді мысалы ол бірақ сөйтіп бірігіп осы алайық, одан кейін жаңа бірге бизнес жасайық, содан қарызын бірге жабамыз, бүйтем сөйтем деп айтып, бұл баланы сөйтіп бұл басын қатырып, былай айтқанда бұл бала рисковать етіп үйді алады да, ақша құйып. Сөйтіп енді ай сайын төлейтін кезде бір шамасы келгенше төлеген бұл. Әрі қарай төлей алмай қалған. Өйткені бұл шамасы келмеген. Өйткені бұл садиктен түскен ақшадан бермей қойған. Пайдасын бәрін өзі ғана алып отқанда бұған бермей қойған. Бермей қалғаннан кейін бұл жаңағы ипотеканы ақша төлей алмай қалған.
төлей алмағаннан кейін банкі барады да сотқа береді. Алғашында 30 миллион теңге ақша өндіруге береді. Одан кейін 10 төлей алмай жатқаннан кейін 45 миллионға сотқа береді де, Күрімбетов 45 миллион теңге ақшаны өндіру туралы сотқа шешім шығады. Сот шешім шыққаннан кейін сот орындаушылар бұл үйді алатын болған кезде бұл шырылдап жүріп, сол кезде де бұл кісі көмектескен дейді. Документіне жүгірісіп, ана жаққа документ өткізуге, департамент документке, үкіметке, акимге хат жазуға, сондайларына сенім хат беріп, бұл кісі жүгірісіп сөйткен дейді, көмектесті дейді. Бірақ жаңағы ақшасын өкімет көп балалы болғанын ескере отырып, жалғыз баспанасы айырылайын тұрған көргеннен кейін өкімет 45 миллионды өкімет төлеп берген ғой. Иә, және айттыңыз балабақша туралы. Біз балабақша туралы да көрдік, бірақ балабақшаны ақшасын бермеген деген ол жалған сияқты маған. Өйткені балабақшаның ашылғанына 3 жыл болыпты ресми түрде. Ол оның ақшасын қалай бермей қойды? Алдау одан бұрын 2006 жылдан бері мысалы үшін басталып кеткен. Балабақша кейін ашылған. Балабақша одан бұрын жұмыс жасамаған, олардың арасында балабақша туралы ешқандай мынандай. Ал енді сіз айтыңызшы, мысалға қазір сіз 20 миллион теңге ақша берді дейсіз. Жоқ, берген мен білмеймін, бермедім. Бірақ та мен сізге қандай сұрақ қойып отырмын. Мен сізге қойған сұрағым, Алмастың қолында сізде 20 миллион теңге бергендігі туралы дәлел бар ма деген. Мен ондай дәлел бізге, одан басқа мен сізге артық сұрақ қойып отырған. Дәлел керек жоқ. Неге дейсіз ба? Балабақшаның кейін ашылғандығы туралы қолымда дерек болғаннан кейін сізге. Ол оған келмей қояйық, өйткені ол туралы дау болыватқан жоқ қой. Мен айтқым келгені, балабақша сол жалпы үйді алатын кезде 2006 жылы жарнасына төлейтін ақшаны өзінің әке-шешелері, туыстары көмектескен болды. Сөйтіп алған. Өзі жинағаны бар, сонымен алған. Ол біріншіден. Ал екіншіден жаңағы балабақшаның кезде коммуслуга төлесе, не төлесе, ол енді коммуслугын кім садикті жүргізді, сол төлеген шығар, енді айтып отырсыз. Ол садик емес, ол сол жерде тұрған кімнің өзі де. Жоқ, енді жарайды ғой, енді коммуслуга кім тұрса да, Алмастың өзі де. Алмас тұрмаған. Алмас тұрса бір сотқа беріп, оны үйден шығарып тұрған. 2006 емес, 2007 жылы кәдімгідей тұрып, сол жерде тойлары болып, суреттері бәрі бар. Жақсы, енді сіз не білгенге бар енді, мысалға. Мен сіз жарнасына қатысты мен сізге айттым. Тағы не? Содан кейін ана неде бұл кісілерге өзі сенім хат беріп, 7 миллион теңгені әбуімен, жеңгесімен және ағасы төлеген. Неге ол өзінің үйі болатын болса, ағасы мен жеңгесіне 7 миллионды төлетіп қойған? Енді дәверіс бергеннен кейін ол кісі төлеуге құқысы бар. Құқысы бар ғой, бірақ та біреу үшін қандай құқың болып тұрса да, біреу үшін неге сен төлейсің? Қандай туысын болып кетсе де, ақшасын, мысалға, Күрімбетов Алмас ақшасын беріп тұрса, төлей салғанда не тұрады? Өйткені ол ақшасын беріп тұрған жоқ қой. Ол өзінің барып өз ақшасы қолында болса, өзі төлеуге мүмкіндігі бар. Бірақ та өзі барып төлемей, оны ағасы мен жеңгесіне төледі. Не үшін төлейді ол кісілер? Біреудің кредит, мысалы, сіз біреудің ипотекасын төлейсіз ба? Егер ол не үшін төлемейсің, ол не үшін төлейді ол? Егер өзінің үйі болмаса, бір өзінің ақшасы болмаса, міне, дұрыс айтасың. Соны мен айтамын. Кішкене адамда бір логика деген болу керек қой. Мысалы, ол 7 миллион теңгені әпкесі, ағасы мен жеңгесі не үшін Күрімбетов Алмас үшін төлейді? Неге міндетті ол төлеуге? Төлеуге міндетті емес, төлемесе де болады. Бірақ бұл кісі өзі бергеннен кейін, Алмас бергеннен кейін, Алмастың ақшасын апарып төлей салғанға оған қиындық келді. Өйткені өзі қалтасына шығарды. Алмас ақша өзінікі болған дәлелдей ала ма? Сол 7 миллион теңге. Ақшаны берді ма? Болды, қайттан алып келді ол ақшаны. Бауырынан алып келді ма? Мысалы үшін банктен ба, соның ақшаны алып, аналардың қолына бергендігі туралы дәлел бар ма? Оның дәлелдің керегі жоқ бізге. Біз бердік па, болды. Оны жоққа шығарып тұрған жоқ. Ол кісі төлеген. Біздің атымыздан төлегенін жоққа шығарып тұрған жоқ. Болды ғой? Жоқ, ол кісі жоққа шығарып тұр. Енді сіздің адамыңыз, өзімнің атамнан Алмас үшін төледім дегенді дәлелдесін. Өйткені Алмас үшін не үшін төлейді деген сұрақта менде. Біреудің қарызын, біреудің ипотекасын, 7 миллион теңгесін не үшін төлейді ол кісі? Оған түк пайдасы жоқ болса. Или оның үйі болмаса, не үшін төлейді? Ол сұрақ. Бұл да айтқанда да өзімен әбділікі болғаннан кейін, дұрыс айтасыз, өздерінікі болғаннан кейін төлеп отыр. Қаншама, тем более олардікі ауыр жұмыс жасап. Ал енді өзінікін деп айтайық. Ал жақсы. Өзінің үйі болғаннан кейін төлейді. Сот оған баға беріп жатыр. Ол оның үйі емес, бұл Күрімбетов Алмастың үйі деп сот шешім шығып заң күшіне еніп қойған. Яғни бұл қайттан біз соттың үстінен аттап кетіп, біз сот дұрыс емес, соттың айтып отқаны. Бұл Алмастың үйі емес, бұл Күрімбетова, кім Гүлсараның үйі деп айта алмаймыз. Өйткені сот оған баға беріп қойған. Ол сотта айтты, мынау менің үйім болғаннан кейін мен ақшаны сол үшін төледім деп айтты.
Ал Ол енді Алмас неліктен осы күнге дейін бір рет сотқа келмей отыр? Олар жүздесе енді оның құқығы бар, қанша адвокаты шақырса ғана да қатысса да құқысы бар. Мен адвокат ретінде мен қатысып отырмын. Оның заңда өкілі болғандықтан, оның өзі келмесе де өкілі қатысса болады. Ол Иә. ешқандай заңмен кедергі келтірмейді. Мысалы үшін ол енді Алмас неліктен тек қана квартплата ғана төлетіп, неге одан аренда алмаған, арендалық ақшаны мысалы үшін алмаған осы күнге дейін? Қалай алады? Ол кісі бермей отыр işte. Бермей, я аренда бермейді, я ана үйдің ипотекасын төлемейді, жаңағы қомысылған төлемейді. Сосын біз үйден шығаруға береміз, қамал жоқ, сотқа. Иә, содан кейін тағы да бір қызық сұрақ туындайды. Алмас 22-ші жылға дейін банк және айтып отырсыз ғой, қаржыны көп баласы болғаннан кейін төлеп берді деп. Соны төлемей тұрып, ешқандай шу да шығармаған, оларды шығармаған, үйде даулы болып тұрған кезде ешқандай ол тып-тыныш қана жатқан. Ал бір кезде үкіметі оны және көп балалылардың қатарына жеткізіп үйді төлеп бергеннен кейін барып ол жәнегі дау шығарып, бұл үй менікі деп, содан кейін барып отбасын далаға шығарып, сотқа беріп, сондай әрекет жасаған. Ал оған дейін ешқандай ондай даулы мәселе туындамаған. Даулы мәселе ол үй тақта 2006-тан бері соның атында үй. Сол айтам, сол 2006-дан бастап ол үй көлембет алмады. Неге ертерек шығармаған? Нені шығару керек еді? Иә, қазір неге шығарып отыр? Ертерек шығармаған деген не сөз? Мысалы үшін, неге ерте сот, сол деген 2006 жылдан 2022 жылға дейін кәдімгідей сол үйді емін-еркін ағасы мен жеңгесі тұрып жатқан. Ешқандай арада кикілжін де болмаған, ұрсыс та керісте әрбір 3 жыл сайын оған сенім хатын беріп отырған. Ал 22 жылы, 22 жылы банк алғанда бұлардың жәнегі даулы мәселелерін шешіп, бұлар көп балалы ретінде қарап, қаражат бөлген. Қаражатты бөліп, қаражаттың дауы бәрі біткеннен кейін, ол бірден ағасы мен жеңгесін сотқа бере қойған. Сонда сіздің ойыңызша не істеу керек сонда? Өз үйін үшін. Жоқ, оған бұрын неге сондай әрекетті жасап? Бұрын да жасайтын болса. Иә, сол неге жасамаған? Ол адам осы уақытқа дейін 2022-ге дейін ағаларына 2012 қанша жылдан кейін ағаларына 2022-ге дейін қанша билік жасап берем дегенге сеніп келген ғой. Бір кезде банкті үйді түгел қарызын жауып болған кезде бұл ағаш шапқан жоқ қой, банк жауып тұр ғой, мемлекет жауып тұр ғой. Мемлекет жауып тұрған енді мемлекет жауып екен деп үйді соған бере салу керек пе? Қаражатты жабыла салған кезде ғана әке-шешесі және енді ол кісілер келді көмектесем де көмектеспеген. Енді қараң, сіз қате айтып отырсыз. Ол жерде егер де ол кісілердің ағалары, жеңгелері осы үйді төлеп беріп, әйтеуір үйінен айырылайын деп 45 миллион біз көмектесейік, төлеп берейік деп жатса, онда бір жөн. Олардан ешқандай қай болмаған, олар сондай құр уәдені айтып келген, уайымдама, ипотека садиктен пайда түседі, пайдадан сен кредитін жабасың деп сөйткен, оны да орындамаған ғой. Пайдан алып отырғанда, ипотеканы төлемеу. Сонда ойлау керек қой, інімнің ипотекасын. Қандай пайда? Онда пайда кейін оның жәнегі ашылғанына балабақшаның 3 жыл болған. Қандай пайда? 3 жыл мен білмеймін, балабақша біраздан бері жұмыс онда сізге ресми түрде құжаттар көрсетті, оған дейін көрсетпеген, наверное, сіздерге. Ол бұрыннан біраз уақыт. Жоқ, ашылғандық. Жалпы алғаннан кейін үйді көмектесемін деп көмектесті, бизнес жасағаннан көмектесу керек пе? Көмектесу керек. Көмектескен жоқ. Бірақ осы уақытқа дейін Күлімбетов ағасы тойын жасап берген, одан кейін деген әйелінің тойын не үшін жасап береді ол кісілер? Біреудің тоғын әке-шешесі бар, Алмастың өзі жұмыс істейтін адам, табысы бар. Не үшін Күлімбетов бәрі солар ғана төлей береді да, сонда бұның сұрауы жоқ адам емес қой, әке-шешесі бар адам бұл. Ешқандай не жоқ қой бұны. Көмектесіп отқан ағайын туысқандар бар. Сондықтан кез келген айтқан әңгімені факті дәлел болу керек қой. Мен қазір ешқандай біз енді біз қазір айтқан әңгімеде біз баға бере алмаймыз. Сот өз бағасын береді. Егер де сот шын мәнінде 20 миллион жарнасын Күлімбетованың жаңағы Гүлзира төлесін десе, ол соттікі заңды болады. Біз енді қазір соттыққа баға бере алмаймыз ғой. Біз жалпылама сіз сұрағыңызға мен нақты айтып жатырмын. Сіздің айтып жатқан 20 миллион жарнасына кім төледі? Ода жарна болды ма? Ода жарна болған. Ағайын туысқандары өзі әке-шешелері көмектескен болды. Ондай дәлел бар. Ол дәлел төлеген ақшасын төледі болды. Оны анау ақша берсе, так сен ақша бердің, мен бір нотариальный заверить етейік демейді ғой, ондай нәрсе жоқ қой.
берді ақша алды, жинап апарды банкқа төлей салды болды. Оған дәлелдің керегі жоқ. Аннан мұнан жинап алды, иә? Жиналды, алған, ағайын туысқан комитетке шығарып, достары бар, 20 миллионды туыстарынан алды, иә? Иә. Ал енді жаңағы Көлімбетованың жаңағы Гүлзираның бердім деген дәлелдесін, сотқа әкелсін, ұсынсын. Міне, маған кім Алмас Көлімбетов, Алмас 20 миллионды менің үйімнің жарнасын төлеп берші, мен сізге бір айдан кейін қайтарамын осы ақшаны. Или үйдің ипотекасы біткен кезде мен сізге толығымен қайтарып беруге міндеттенемін деген әкелсін. Сөйтіп сотқа берсе, сот алады. Ал мына өзінің қолымен жазып берген хаттар туралы не айтасыз? Ол жерде хаттарды біз ол хатты мен білмеймін, ондай хаттарды. Ештеңе айта алмаймын. Өйткені хат мен ешкімге ешқандай хат. Банктың печатымен тұр. Банктың печаты ол дегенде банктың печатының ол бізге не қатысы бар? Біздің печатымыз емес қой. Иә, жоқ, ол неме енді банктың атына өтінішті жаза береді. Көлімбетова Алмас, кімнің баланың атынан Көлімбетов Алмас атынан хаттар жаза береді. Болды. Ол жазған хаттың біз жазды деген сөз емес қой. Алмас өз қолымен жазып берген ғой. Оны біз как не ретінде санамаймыз. Құжат ретінде санамаймыз оны. Дәлел ретінде де санамаймыз оны. Өз жерде міндеттеме жоқ. Мен кеше іс материал қарап отырмын. 45 миллион теңге талап етіп отырсыз ба? Жаңағы оны немен дәлелдейсің талап еткенді деп. Қарасам 20 миллион жарнам деп отыр. Бірдеңе 18 миллион мен коммунал шығын төледім дейді. Анау төледім дейді. Енді оны не үшін төлеп жүр? Может, өз тұрған кезде жаққан светінің ақшасы шығарып төлеп жатқан. Енді ол кім тұрса да төлейді ғой. Ал енді 20 миллион жарнасын бұл даже Алмастың осы Көлімбетова Гүлсара төлеп берген өзінде де төлеп берген. Бауырына көмек ретінде төлеп берсеген шығар. Білмейміз ғой. Мысалы, бауырлар арасында ондай болады ғой. 20 миллион мен туған қайным үшін, туған бауырым үшін төлеп берем десе, о да тұрған ол заңсыз емес қой. Даже солай болған өзінде де. Ал енді төлеп берген екенсің, сыйлық қылып берген екенсің, сыйлығымды қайтарып аламын деген тағы да болмайды ол деген. Неге болмайды? Жағдайың келді, қайтар. Жоқ, сіз айтып отқан қайтар деген ол обратно міндеттеме дейді. Ол жаңағы қарызға алған сияқты ғой. Қайтар. Қарызға болмаса тегін ешкімге бермейді ғой. Сіз өзіңіздің ініңізге 5 миллион переначальник берген келіп тұрып шын көңілімен. Базарда таңертең таңғы сағат 5-тен түнгі сағат 5-ке тұрасыз да. Мен білмеймін, базарда тұрама ол. Ақшаны солай табасыз да. Соң мәдеп біреуге подарить етіп бере саласыз ба? Маңдай терді. Енді сол үшін айтып отырмын. Көлімбетова өліп қалғанда Көлімбетова Гүлсара 20 миллион теңге просто так бермейді. Ол бермегенін содан ақ біз айтып отырмыз. Көрдіңіз ба? Өзіңіз дұрыс айтып отырсыз. Ешкім біреуге бермейді деп отырсыз. Дұрыс, бермейді. Берген өзінде де бар. Беретін адамдар бар ғой, қолы ашық, жағдайы жақсы адамдар. Мысалы, мен бауырыма көмектескім келеді. Первоначально бір 2 миллион жетпесе, мен тура сізді қоштаймын. 20 миллион теңге ақша Гүлсара қайнысы үшін первоначально алдын ала жарнасына беріп теңгеме сенбеймін. Болды. Сіз де сенбейсіз ғой, мен де сенбеймін. Дұрыс айтып отырсыз. Ол 20 миллионды ол берген жоқ. Берсе, ол обязательно қолхат алып алады одан. Айналайын 20 миллион берейін саған. Қашан қайтарасың деп. Даже қарызға береді, берген өзінде. Просто так тегін береді деп мен айта алмаймын, сіз айтқандай. Көрдіңіз ба? Бермеген осыдан ақ көруге болады. Сотта да айтып жатыр, сен 20 миллион берсең, кәне немен дәлелдейсің бергеніңді? Ол сізге қайтарып беремін деп қолхат бірден жазып берді ма? Жоқ, ондай ештеңе. Извини дейді. Дәлел қағаз әкел маған дейді. Анау Алмас айтып отыр. Айналайын, маған 20 миллион мына заманда кім береді дейді. Ешкім берген жоқ маған. Мен ағайын туысқаным, достарым бәрін жинап бергенмін деп отыр. Енді ол оныкі дұрыс. Өйткені 20 миллион жеңгесі мен береді деп айта алмаймын, жасы айтқандай. Ешкім бермейді, базада өлейін деп тұрып. Және басында беру әбден мүмкін дедіңізде, енді мен мысалға айтып жатырмын ғой, варианттарын. Даже бергеннің өзінде де мүмкін бауырына бердікен деп оны қайтарып ала алмайды ғой, бердің деп. Қарызға берсе қайтарып алуға болады. Енді мен айтып отырмын, қарызға беру мүмкін шығар. Ал деп дейін десем, оған судья айтып жатыр, сен даже 20 миллион берген болсаң, қайтарып аламын, ол сізге қанша уақытта қайтарып беремін деп 20 миллион деп айтып жатыр. Ондай қолхат бар ма сізде? Жоқ дейді. Енді өзіңізді ойлай, мен таңқаламын да сол, мен мүмкін қайсы өтірік айтып отқан мен білмеймін ғой, біз енді сырттағы адамдармыз, қорғаушы, мен өзім сенім білдірушімді ғана тыңдаймын. Ана кісі Шолпан Бостандықызы, ол да өзім сенім білдірушімді тыңдайды. Енді ол кісілер былай дейді, мына кісілер былай дейді. Біз енді біз өзімнің сенім білдірушіне әрине сенеміз біріншіден, бірақ шындап келгенде біз құжатқа сүйенеміз. Өйткені соттың алдында екеуміз бірге келіп тұрмыз. Екі заңгерді бірге келіп тұрғаннан кейін біз өзіміздің қорғауымызда адамның уәждерін дәлелдеу үшін құжат ұсынуымыз керек. Дәлелдеме ретінде. Енді қазір ол кісі дәлелдеме ретінде құжат ұсына алмай тұр. Енді сұрақ мынандай да, 20 миллион теңге ақша просто так қайнысына бере салып, тем более 20 миллион теңге о заманда үлкен ақша, мысалға да. Сондай ақшаны қалай бере салады? Қарызға да бермейді екен оны. Просто көмек ретінде бере салады.
или тегін бере салады. Миға сыймайтын нәрсе ғой ол деген. Енді сенім хатта беріп, өзінің үйіне аға жеңгесіне 7 миллионға дейін енді кредитін жапқызып қойғанда енді оны да құпия дүние. Сіз сенесіз ба соған? Сіз төлейсіз ба біреудің ипотекасын 7 жыл бойы төлейсіз ба? Төлемеймін, мен соны қағаз күйінде көріп енді сол қағаз жөнінде де ол қағаз жөнінде дұрыс қой, сенім хат берсе сіз қазір сіңіліңізге айтсам мен жұмыстан қолым тимей жатыр, сіз төлей салыңызшы, мен сізге ол анда-санда. Ал тұрақты төлеп тұру деген енді ол жерде ол бару мүмкін, өйткені ол үйде сол тұрып жатыр ғой. Гүлсара тұрып жатыр. Сондықтан ол қайнысының сөзін тыңдайды, өйткені соның үйінде тұрып жатқаннан кейін ана ипотеканы төлей салшы, мен ақшаны берсе, ол төлей салады. Өйткені сол үйде мен төлемеймін, мен уақытым жоқ деп айта алмайды, үйінде тұрып жатқаным. Ол оған мәжбүр үйін пайдаланып жатқаннан кейін төлеуге. Түсіндіңіз ба? Сондықтан ол ипотеканы да біреудің ипотекасын Күлімбетова жаңағы Гүлзира деген көмектесіп төлеп беріп жатыр деген мен де сенбеймін мұндайға. Ешкім мына заманда біреудің қарызын біреу жауап бермейді. Беріп тұрған ақшаны төлеп беру мүмкін, барып жүгіріп банкқа 1 сағат уақытын қию мүмкін, төлеп беруге бару мүмкін шығар. Ал енді сіздің 7 миллион ақшаңды Гүлзира біреудің қарызын төлеп берді деген мен сенбеймін. Сондықтан өзіңіз айтып отырсыз ғой, жаңа базарда тұрып өлейді тапқан ақшасын біреу үшін төлемейді ғой. Значит, ол өзінің ақшасы емес екенін осыдан ақ көруге болады. Егер де мысалы сіз даже біреуге 1 миллион 5 миллион қарыз беретін болсаңыз, айналайын қаншаға тауып бересіз, маған қолхат жазып берші, ертең сен бермей қалсаң мен сені даулауым керек деген сияқты болады ғой. Ол 20 миллион аз ақша емес, 20 миллионға мұнда саған берейін. 7 миллион қосылып отыр. 27 енді 45 миллион дейікші, 45 миллионға мен қолхат ала алар едім обязательно. Өйткені ертең мен төлемей қалған жағдайда мен сот арқылы даулауым керек қой. Сот арқылы алуым керек қой. Біз кез келген адамға айтамын, біреулер айтады, нотариальный міндетті емес. Кәдімгі қолмен жазып алшы, мен Күлімбетова Гүлсарадан 20 миллион теңге осы үй сатып алған кезде алдын ала жарнасы ретінде алдым, осы ақшаны бір айдан кейін қайтарып беремін десе, болды, осы қағаз жеткілікті. Ертең Гүлсара любой уақытта сотқа береді, 20 миллион өндіріп ала салады, болды. Ол сот алып береді ондай. Өйткені 78-ші баптың талабына сәйкес келіп тұр. Өйткені талапта не деген, жаңағы дәлелдеген құжат болса жеткілікті деген. Сот оны қарайды. Сондықтан енді мына жердегі дауды енді былай айтқанда мен енді бұлардың араларында болған емес, біз енді сырттағы қорғаушы ретінде мен бірақ нәрсеге сүйенем болды, дәлелге сүйенем болды. Ол айтады, ол мысалы Күлімбетова Гүлзира айтып жатыр, ол мен бергем дейді, мынау айтады, мен бергем дейді, мен Гүлзираға сенемін, мына кісі мен өзім сенім білдіріп сенемін, өйткені мен ол қорғаушы болғаннан кейін. Ал енді екеуіне де судья сенбейді, анаған да сенбейді, мынаған да. Судья бірақ нәрсеге сенеді, құжатқа сенеді, болды. Түсін ба? Судьяның мен 2 тупыр қалған емес, анауда 2 тупыр қалған емес қой. Сондықтан судья істі қараған кезде құжатқа қарайды, болды. Дәлелдемей қарайды. Сондықтан любой нәрсені сіз енді арнайы келіп сұхбат алайын дегеннен кейін мүмкін жаңағы кейбір түсінбей жатқан жерлер болса мен білетінді айтайын, сұрақтары болса жауап берейін деген ниетпен мен неғып отырмын. Мен бір жаңағы қашып жататындай не емеспін, өйткені істің барысын жақсы білемін ғой. Басына қатыстым, онда да үй менікі деп шықты, оны да судья айтты, сен қалай үйді менікі дейсің, 45 миллион өкімет төлеп беріп бұл үйдің несін шығарып беріп отқанын өкімет болса, сен қалай мен, ол айтады 45 миллионды алушы, мен жүгірдім, мен көмектестім дейді, жарайды көмектескен шығарсың, енді жүгірген шығарсың, енді сен төлеген жоқсың ғой, енді сен жүгірдім деп сол үйді сен ала салу керек па? Егер де ол үйді мына Күлімбетова Гүлсара алатын болса, өкімет 45 миллионды қайтадан талап етеді. Өйткені ол мына 6 баласына не қылғасын беріп отыр өкімет. Баласын мен далада қалмасын деп, өкімет жаны ашып көмектесіп беріп тұр. Ол оңай ақша емес 45 миллион. Ертең Гүлсараның қара басына ол үй өтетін болса, өкімет айтады 45 миллион әкел дейді. Далада жатқан ақша көрдің ба? Ол анау сол енді өкіметте 45 миллион пайда көрді деп, ана үйді маған бере сал дейді. Ол да кішкене ойлану керек қой. Жүгірсе жүгірген шығар көмектесіп документіне, құжатына, енді өздерін бауыр болғаннан кейін біріншіден, екіншіден сол үйді өзі тұрып жатқаннан кейін тегін бір тиын да аренда төлеген емес. Бұл енді аренда төлемейді дейді, наглин дейді. Анау деген аузына кіріп, ақ ит кіріп, мен үйге бара алмаймын дейді. Өз үйіме өзім кіре алмай қалдым дейді. Аренда сұрамақ түгіл, мен жақындай алмаймын ол үйге дейді. Сондай адамдар дейді. Сосын амал жоқ, заңмен істеген болмаса деп заңға жүгініп отыр, көрдіңіз ба? Әптен басында бәленбай жыл ол жерде 10, 16, 15 жыл спокойно соларға бәрін төлетіп қойып жатады да,
одан кейін банктың мәселесін шешіп бергеннен кейін ол уже адал адам, біреуден ала жібінен тақсы келмейтін, мораль тұрғыдан жоғары рухани биік адам болып шыға келген. Коммуналдық несін төлесе ол өз үшін жаққан светін ақшасы шығар. Ал жаңағы анандай күн зәулім үйді біреуді беріп қойып, ипотекаға төлеуге көмектескен болса, егер де көмектескен болған жағдайдың өзінде ол сол үйде тұрып жатыр. Арендаға да бір 300 квадрат үйді арендаға алсаң, пәленбай мың арендаға алатын салады. Ол тегін ешкім бермейді. Ол біз аренда сұрап отырған жоқпыз, одан төлесе сондайға төлеген шығар. Даже төлеген өзі ол артық болмайды ол төлегені. Өйткені сол үйде тұрып жатқан адам бәріне көну керек қой. Сондықтан мен бұл жерде енді Күлімбетовалардікі қойып отырған талаптары негізсіз ол сотқа. Енді оны әрине біз енді ештеңе айта алмаймыз. Біз сот емес, сот өзі бағасын береді. Сот жинақталған дәлелдемеге сүйенеді ғой. Иә. Бұл 16 жыл тұрғызып қояды да ана недерін бәрін семьясын. Сол 16 жыл бойы соған кредитті де төлетеді, оның үшін бәрін етеді. Ал бір кезде үкімет оның 6 баласын етіп шешіп берген кезде алады да бірден уже үй атына өткеннен кейін 16 жылда ол онда тұрғызбай анандай үлкен зәулім үйге балабақшасында ашып сонда қуып шығуына болады ғой. Үй артына аударылмайды. Ол бала даже ойлады, өкімет алып қояды, ол үйді. Иә, сондай күдік болғанында. Өкімет алып қоятын еді, ол үйді 45 миллион бұда ақша өлгенде жоқ қой бәріменді. Ол алып қоятын еді өкімет, өкіметтің тәркілеуіне кетіп тұрған еді өзі. Ол не істейді оны даулап өкіметке өтіп бартқан үйді. Содан бұда үміт пайда болды. Иә, мына кімдер көмектесті, жан-жақта ағайындар бәрі жүгіріп көмектеді, акиматқа хат жазды. Мына 6 баласымен далада қалайып тұр, баспанасынан жалғыз баспанадан айырылайып тұр деп арыздар өтініштер жазған. Акиматтан комиссия құрып, сөйтіп барып көрді де, былай айтқанда мына көпбалалы отбасыға үміт сыйлады. Әкім былай айтқанда өкімет біздің. Сол хатты кім жазған? Алмас жазған ба? Енді Алмас жаздыған, Алмастың атынан Гүлсара жазды ма, әйтеуір Шолпан Бостандыққа жазды, білмеймін. Өйткені енді мүмкін солар жазды мүмкін, өйткені олардың сауаты бар ғой. Сосын жаңағы несі бар, сенім хаты бар беріп қойған. Сенім хат болғаннан кейін олар жаза береді Алмастың атына. Сондаймен бұған былай айтқанда үміт сыйлады. Енді үміт сыйлады да, бұл үйді өкімет 45 минут төлеп тұрған, деп бұл үйім қалатын болды деп, содан кейін кәдімгі үміт 16 жылдан кейін ғана, иә? 16 жылдан кейін болса да өкімет әйтеуір бағалады бұны, жаңағы отбасымен далада қалдырмады. Енді сол өкімет төлеп берген үйді маған бере сал деп тұр ғой енді Гүлсара. Сөйтіп соттастық біз осы уақытқа дейін. Оған сот айтты, айналайын, өкімет төлеп тұрған үйге сен араласа алмайсың деді. Даже сен первоначально төлесең де, сен мына өкімет саған үйді 45 минут қарызын жауып, мына үйді арестен шешіп беріп тұрған өкіметке сен өкімет көмектесіп тұрғанда сен ол үйді мерекетіп айта алмайсың деп. Мен саған бере алмаймын деп сот айтты. Ол үйдің иесі мынау болып қалады деп. Көрдіңіз ба? Сондықтан сіз айтып отқан жаңағы 16 жыл бойы үндемей келіп, неғып ол 22-де оянып кетті десең, дұрыс, өйткені өкімет оған үміт сыйлады. Сөніп бартқан адамға. Өйткені өкімет бізде мемлекет бар, Қазақстан өзінің жаңағы елдің азаматын далада қалдырмайтын өзінің мәрттігін көрсетті. 45 миллион былай айтқанда ондай неде жоқ. Жаңағы тариф бар ғой біздің мемлекеттің өз тарифі бар. Мысалы көп бала анаға 20 миллион артық бермейді, 25 миллион деген сияқты. Мына 45 миллион деген өте двойной мәрттік жасап отыр мемлекет. Көрдіңіз ба? Сондықтан бұл баланың сүңген үмітін жақты. Бала шағасын мүмкін несібесі шығар, 6 баласымен кісіған болып әр жерде жүр, өз үйіне даже кіре алмай жүрді. Үміті де өшті, бәрінен қарызға кіріп кетті, басы шыға алмай қалды. Ол кезде өкімет оны құтқарып алды. Енді үміт пайда болғаннан кейін мен өз үйіме кірейін енді. Осы уақытқа дейін тұрдыңдар, неше жыл тұрдыңдар, енді маған өкпелерің жоқ шығар деп, ол кісі 6 баланы даладан тапты ғой, былай айтқанда. Ол өз үйінен тапқан жоқ. Бойдақ кезінде алды бұл үйді. Үйленді, қалған 6 баласын бәрін, 6 бала ма, 7 бала, соның бәрін квартирада жүріп тапты. Иә, үйленгеннен кейін 1 жыл ғана тұрып, одан кейін кетіп қалған. Ол солай, енді көрдіңіз ба? Енді осыдан кейін, енді ойлаймын, кімге, мына Күлімбетоваларға, жаңағы мына Гүлзираларға, олар ұпайлар түгел. Олар кеше 25-те ғана үйді босатты ғой, 24-те ме, 25. Сонда 2006-тан бері есепте. Қанша жыл бойы сол жаңағы үйді тегін пайдаланып келді ғой. Аренда төлеген жоқ, 380 квадрат үйді тегін. Бұлар өз үйіне кіре алмай квартирада жүрді мысалы. Бұлай енді адами тұрғыда қарайтын болсақ, енді Алмастікін енді обал ғой, мысалы қарап отырсақ. Өкімет үйді ақшаны өкімет төлеп беріп отыр, еще өз үйіне кіре алмай жүр.
Сондықтан бұл жерде ақпарат сіздерге дұрыс жетпей жатқандықтан мен соны айтқым келіп отыр. Енді өздерің білесіз, қалай оны саралайсыздар, қалай оны теріске жамандайсыздар, енді ол енді өздеріңіздің нелеріңіз. Бірақ мен ақиқатты айтамын, мен құжатқа сүйеніп айтамын. Мен ананікі дұрыс, мынанікі дұрыс деп мен жаңағы не қылмаймын. Мысалы, Шолпан Бостандықызы жаңағыдай кәдімгі дәлелге сүйенгендей сөйлейді. Мысалы, дұрыс қой, қорғап жатқан адам болған. Бірақ мен өзім сұрақтар, сіз айтқан сұрақтарды қойдым. 16 жыл бойы не істеп жүрсің? Содан бері кірмедім, мен қалай келемін, үлкен нелерім емес па, олар деген ұрсады, оның үстіне қойшы, мен әйелімді ондайды айқайдан қорқады, бүйтіп сөйтіп жақсы қоя салдым, болды. Жақсы. Енді өздері еркі алмаса өзінің. Бірақ ақиқаты осы. Көп рахмет. Сөйлесіп отырмыз. Өте енді бізде журналист адамдармыз ғой, өйткені біз әр нәрсені объективті болғанын, шынайы шындық бетке шыққанын қалаймыз да өмірде. Сондықтан да соның қаншалықты кім сізде білмейсіз, бізде білмейміз, соны сізде шындықты бетке шығару үшін жүрсіз, мен де шындық үшін жүрмін. Сондықтан да соны енді әркімнің ақиқаты әркімнің өзінің ақиқаты. Мысалы, ол өзінікін дұрыс дейді, мына менікі өзінікі дұрыс дейді, екеуі де өзінікі дұрыс дейді. Бұл жерде кінәлі адам жоқ. Оның дұрысын енді нүктесі қояды, ол сот. Сот ол жерде сот екеуінің сөзін тыңдайды да, сосын екеуінің жаңағы айта бергенін тыңдамайды, енді айтты, тыңдайды, бірақ құжатқа сүйенеді. Кімде қандай құжатта? Жақсы, 20 миллион, енді 20 миллион деген аз ақша емес. Сен просто 20 миллион деген бере салдың. Енді сол 20 миллион теңгенді обратно аламын деп сен қайта қолхат бірдеңе бар ма деп сұрап жатыр мысалы. Анау немен бұл менікі емес деп өз қолымен жазып. Жоқ, ол менікі емес деген бір сөз. Ақша 20 миллион теңгені алдым, 20 миллион теңгені қайтарам деген болу керек. Осы нәрсе болу керек. Қазір жер үй деп туралы әңгіме отқан жоқ қой. Үйдің мәселесіне уже нүктесін қойды. Менің үйім емес, ол ананың үйі, мынаның үйі деген сөзді мен білмеймін. Даже ол үйге қатысты уже нүктесін қойып тастады сот. Енді қазір ақша туралы да болады. 20 миллион теңге. Енді 20 миллион теңге мен Күлсара төледі. Оныңыз дұрыс қой, енді бірақ та ана жерде бүйтіп үй менікі емес дегенде, соның 20 миллионды төлегенде ол емес екені айқындалмай ма? Обязательство деген нәрсе, міндеттеме деген нәрсе. Сіз біреуден ақша алсаңыз, қалай алып тұрсың? Көмек ретінде алып тұрсың ба? Тегін, әлде қайтарып беретін болып қарыз қылып алып тұрсың ба? Оның екі жолы бар ғой. Сіз қарыз болып тұрсаң, онда міндеттеме деген болады. Мен осы ақшаны алдым, ертең осындай уақытта тауып беремін. Ол жол міндеттеме. А бұл жерде алғанды, мысалы, Гүлсара берген болса, қандай жағдайда берді? Қайтарып алу үшін берді ме, әлде бұлар көмек ретінде берді ме? А енді көмек ретінде берді дейін десең, қалай 20 миллион көмек ретінде бере алады ол дейсің мына заманда. Сондықтан миға қонбайды, көмек ретінде бермейді дейсің. А қарызға берді десе, қалай 20 миллион теңге қарызға берді деп қолқа жазып алады. Нотариустың алдында берген ғой. Нотариус алдында, әкесінде нотариус алдында. Договор займ деген нәрсе бар, қарыз шарты деген бар. Мүмкін сондай қарыз шарты болса, әкел сотқа ұсынса, сот оны өндіріп береді обязательно Гүлсараларға 20 миллион теңгесін. Өткен құжат төлейді қазір мына заманда. Сондықтан біз айтып жатырмыз, әлде де айтамыз. Егер сондай қолхат ұсынса сотқа, сот алып береді. Ол сот деген әділ. Сот қағаз болса, дәлел болса, шешім шығарып береді. Ол жаңағы немес қой. Егер ол действительно 20 миллион теңгемен ақша алдым, мен осы үйімнің жарнасына Гүлсара төлеп берді 20 миллион теңгесін, осындай уақытта ол 20 миллион қайтарып беремін деген расписка болса, хотя нотариальный емес, хотя расписка болса, жеткілікті қайтарып алуға. Оны сотқа берді, өндіріп берді, сот ешқандай кедергісіз, даусыз, даже упрощенный вариант дейді, жаңағы оңайлатылған, ешкім сотқа шақырмайды да шешіп шығарып бере салады. Көрдіңіз ба? Сондықтан сондай нәрсе болу керек. Енді мен анау менің ойымша білмеймін, мен ана 20-45 миллион өкіметтен пайда көрді деп, 45 миллионды қойып тұр ғой сотқа. Келтіріп 20 миллион анадан қойды, мынадан 45 миллион. Ана өкіметтен алған 20, видимо, енді жүгірген документтер солар болып тұр, мен түсінгенім. Гүлсаралар жүгірген шығар документін, акиматқа арыз жазды, может жүгірген шығар. Енді ол ақшаны мен алуым керек деп тұр да олар, 45 миллионды. Сен алып қойдың, сенің қарызың жабылып кетті деп. Ол мысалы олар ала алмайды, алсам мынаған беріп тұр өкімет. Соны енді мына 45 миллион деп тұрған сол 45 миллион қазір. Сол ақшаны мен қалай болады алуым керек деп тұр.